Мәсімен саған әр таңымды қарсы алам, айдын көлде арайлы. Айтшы жаным әнімен танылып, Аққуым сияқты әндері хит болған Алтынбек Тәшімбетов өнерден алыстағаны ма, әйтеуір шығармашылығында тыныштық сияқты. Әлде олай емес пе, Алтынбек мырза? Әнші қазір қайда жүр? Киноға түскім келеді, алай второстепенно дейді ғой, екінші пландағы рөлдерге түсіп жүрмін де, бірақ басты рөлге түскім келеді. Бір-екі фильмге түстім, жақында енді бюджеті аз бір фильмге түстім, Самырсын деген фильмнің басты рөліне түстім. Бірақ иншалла жақсы бюджеті бар киноға, сапалы киноға да түскім келеді. Сонымен кино әлеміне қадамыңыз құтты болсын. Енді сізді сахнадан қашан көреміз? Әншіліктен алыстамайтын шығарсыз. Жаңа әндермен қашан қуантасыз? Жаңа әндер бар, түрлі тақырыптарды көтеріп жатырмыз, қазір ашылмаған. Мысалға репертуарында жоқ әке, ана, бала шағама, әйеліме, спортқа арнап, патриоттық әндер, елімізге арнап әндер жазылып жатыр. Бұл ғана емес, Алтынбек Тәшімбетов ел аралап концерт қойып жүрген көрінеді. Әзірге оңтүстік өңірдегі тыңдармандарының қуанышы еселеніп тұрғанға ұқсайды. Әрине концерт қойып жатырмыз. Ауыл, аймақ, оңтүстік өңір, Қызылорда облысы, оңтүстік Қазақстан облысына концерттік іс-сапарларым бар. Қойып жатырмын. Я, әншінің өнерде жүргеніне бір мүшел болды. Есеп беру кеші, үлкен сахна республика сарайында кеш беру жоспарда бар көрінеді. Енді кішкене батылсынбай жүрген арманым бар. Енді ол арман орындалатын арман. Иншалла сахнада жүргеніме биыл 13 жылдың көлемінде болды. Эстрадада жүргеніме. Сондықтан юбилейный концерт беру ойда бар. Жоспардың болғаны жақсы, алайда сүйікті тыңдармандар нақты қашан екенін білгісі келетіні сөзсіз. Сонымен бір жылдың көлемінде деп ойлаймын, дайындық керек. Қазір кішкене қайтып спортқа оралдық. Жалқаулықты тастап кішкене жұмыс істеу керек. Бір жылдың ішінде Құдай қаласа жаңалық болып жатса, мен республика сарайына міндетті түрде концертімді берем деген ойдамын. Жөн-ақ, үлкен кешті беру үшін мықты дайындық, жақсы қаражат керек екені сөзсіз. Шоу-бизнес өкілдері ақшаны қалай тез тапса, өзіне солай тез жаратылатыны да жасырын емес. Тез тауып, тез шашатын жандардың қатарындамын. Өйткені қолымыз ашық, ұстап тұрамаймыз, біреу сұраса беріп қоямыз деген сияқты. Енді қазақ ақша ұсамыз ғой міндетті. Я, бір мүшел сахнада жүрген Алтынбек Тәшімбетовтың жаңа әндері мен көптен күттірген кешін асыға күтетін боламыз. Бірінші Еуразиялық музыка арнасы Алтынбектің жаңалықтарын бақылай жүруді жалғастырады. Бүгін Астанада Тұран Астана университеті мен Дарсол компаниясы ортақ меморандумға қол қойды. Тұран Астана университетіне пилоттық жобада іске қосылған IT-технологияның жемісі жыл соңына дейін берілмек. Енді осының нәтижесінде браузерді қолдану арқылы төлемдер жасауға болады. Сегодня мы находимся на конференции. Біз бүгін екі жақты келісімге келген конференцияда бас қостық. IT-технология мен туризм саласының дамуына ықпал ететін жоба қабылдадық. Туризм индустриясының дамуы үшін тек бізде ғана емес, Қазақстан аумағы үшін браузердің қолжетімді болғанын қалаймыз. Кәдімгі төлем сияқты кез келген қазақстандық әлемнің кез келген жерінен қолда бар валютасымен төлем жасай алады. Бұл жүйе біз үшін өте маңызды екеніне сенімдіміз. Я, бұл Дарксол компаниясы ұсынған әлеуметтік жауапты жоба болып табылады. Мәселен, Тұран Астана университетіндегі кез келген компьютер осындай төлем арқылы табыс тауып тұр. 300-інде интернет тегін болып қала береді. Бұл іздеу жүйесі арқылы әлемдік компаниялар талқылап жатқанда Дарксол компаниясы іске қосып үлгерген. Люди, которые пользуются наш... Біздің жоба несімен қызық әрі ерекше. Біріншіден, біздің іздеу жүйеміз төлем жасауға мүмкіндік береді. Адамдар біздің іздеу жүйемізді қолдану арқылы табыс таба алады. Ал қандай жағдайда, білесіздер ме? Барлық іздеу жүйелері жарнама көзін табысқа айналдырған. Біздің жүйеде жарнама арқылы табыс табады. Алайда 90% жарнама арқылы табылған табыс браузерді қолданушымен тең бөлінеді. Міне осылайша Дарсол компаниясының бірінші серіктесі Тұран Астана университеті болып отыр. Бұл жүйе әзірге сынақ мерзімінде жұмыс істемек. Бір айдың көлемінде сынақ мерзімінен қатесіз өтетін болса, аталмыш жүйені толық режимге көшіру жоспарлануда.